Қырғыздың ең ауыр киносы «Өш» деп аталатын фильм Кинопоискте қазақша бар екен. Бұл фильмде жас келіншек болады, күйеуі болады, бірақ балалары жоқ. Тұрмысқа шыққаннан бастап оны енесі жақтырмайды, әрдайым оны нұқып отырады, жақтырмайтынын білдіреді әрдайым. Бір күні енесі шай ішкісі келеді, түнде келіні су алуға кетеді. Ауылдық жер, қараңғы, судан төрт еркек, жаңағы күйеуін жақсы танитын адамдар, бір дастарханда отырған төртеуі сол жас келіншекті зорлайды, кезекпен кезек. Тіпті оған қинап ішімдік береді. Сонымен әйел өте қатты қиналады, қайғырады. Күйеуі түсінгендей болады, бірақ ол жерде енесі болады ғой. Енесі өзі солай жасаған шығар, өзі қылмыңдаған шығар деп арасына от салады. Солай күйеуі әйелін ұрып соғып тастайды, әйелін өзі кінәлайды. Сонымен әйелді зорлағандардың тағы бір рет зорламақ болады. Сол кезде оған таспен ұрып өлтіріп тастайды. Солай ол қалған үшеуінен де кек алады. Өте ауыр фильм екен, бірақ өте қатты ұнады. Қырғыздар прям молодцы. Сондықтан да көрмегендер болса көруге кеңес беремін. Зорлық темасы өкінішке орай әрдайым актуалды. Осындай фильмдердің арқасында мүмкін ол азаятын шығар деген үлкен үмітім бар.